Баршаңызға қайырлы кеш. Қазір сағат қанша болды? 11:45 кетті примерно. Қазіргі түнде не істеп жүрмін мен? Киноға келдік, кішкене жұмыста коллективпен бірге Сейфулла бәріміз киноға келдік. Жұмыстан шықтық, жаңа эфир болды. Парфюм саттық дегендей. Жаңа эфирде маған спонсорың бәрін әпереді дейді. Қайдан білсін 4-5 сағат бойы эфирде отырып парфюм сатамыз. Түсінбедім мен, короче. Соның еңбегімен міне киноға келіп жатыр, короче. Барлықтарына сәттілік, кішкене ойды бөлу керек болып жатыр. Хейтерларға сәлем. Вот Алтынбек, Audi Store дейтінді көріп бердіңдер. Тиктоктан көп шығады сол братан. Сол үшін қайтайын деп жатырық, аман есен. Күшті демалыс болды. Негізі қанша жыл Алматыда тұрсам да ыстық суға бірінші рет келіп тұрмын. Өте жақсы, кайф. Бір пайдасы да бар екен, соны сезіндім тоже. Кеп тұратындай екен бәйдей. Сол сәттілік болсын бізге, аман есен жетейік үй жаққа. Сол үшін багаждар тиіп жатыр. Ой, бұл мына бейшараның жуу керек болып тұр я. Жолға шықсам үшін машина быч болып кетеді, ұнамайды маған. Сол суға келіп тұрыңыздар, демалып тұрыңыздар, жақсы екен. Біз үшін андай Балбұлақ деген жерге келдік. Короче, сендерге бір трэш история айтайын. Мен парковкада тұрмын уже 1 сағат болды почти. Неге десеңдер, короче, Ташкентскийда мында экопостер дейма, сондай тұрады екен ғой, полицейскийлар 3-4 тұр, короче, толып тұр. Мен өте алмай тұрмын. Неге өткен права жоқ? Ұста болса біттім. Еще мен кішкене тупет етіп қалдым да, айтам қай жерде тупет еткенімді. Жестко тупет етіп қалдым, соқа тығылып отырмын. Короче, мынандай болады. Мен Алтынай үйіне әкеп тастаған ғой. И бұл Ташкентскийдің бойынан, короче, бір ЖК Гүлдала ма, Гүлдер ма, сондайда тұрады. И ЖК-ға кіру керек та, енді картамен кірейін деп жатырмын ғой. Кіріп бұрылып қалдым оңға. Сөйтсем, анау одна сторонка ғой достар. Короче, оңға бұрыланмайсың, чисто шыға аласың ЖК-дан шы. Мен поқо кіріп кеткенмін ғой оңға шы. И білейін дедім, артпен шықтым. Еще Ташкентскийді ғой, артқа шықсам, полиция тұрған ана жерде. Дедік тасасын. Короче, ана жерде тығылып парковкаға кіркеттік. Еще артпен шығып парковкаға кіркеттік. Ана сторонка жақтан позор. Еще ана полицейскийлар бітіп келе жатыр да, сразу парковкаға қойып. Отыр қайтты. Дейсіздерімізді білмей. Парковкада тұрса тиіс алмайды ғой олар. Не дейді? Не деп дейседі? Есентай молға келсеңіздер, нақтырақ Набатқа келсеңіздер, немесе киноға келсеңіздер, Есентай молдың алдын парковкасы 10 мың теңге, паркинг 5 мың теңге өздері кіргізіп шығарады. Бірақ енді сіздер қызбен болмаса бір жаңағындай бір торжественно келмесеңіздер, онда керек жоқ. Ондай ақша төлемейтін бір жолы, бірақ санаулы ғана орындар болады бұл жерде. Оны біз сияқты жігіттер біледі деп ойлаймын. Артында Есентай молдың прямо артында былай алдымен келесті, кіріп кетесті, былай айналып, мына жағымен бүйтіп келесті. Бүйтіп келіп мына жерге қоясыласыз ғой мына. Мұны мен машинам құсап. Мына жерден тағы да машиналар қойған, мына қазір кетіп бара жатыр. Сол осы сияқты қоясыздар машиналарыңызды бесплатно. Сен мына жерден барасыздар да, былай қарай лестница болады, лестницамен Набатқа қарай кіріп кетесіз. Солай очень. Жиги. Ақшаларыңды экономдасаңдар кішкене. Мақтана бермей. Вай я. Жата бір жұпны шығат сияқты ма? Қаны. Шалбарын шешпей шығарым. Съемка деп жұпны шығат сияқты. Қалайсыздар, не істеп жатсыздар? Короче, менде депрессия отыр. Из-за того, что осы 2026 басталғаннан вообще реклама жоқ. Именно доход жағы 0 отыр. Еще плюс осыдан 1 ай бұрын подругам екеуміз Балиға деп пландағанбыз. Мен ойладым, до конца менде, короче, бір нәрсе болып қалар. Мен үйтіп барам деп ойлағам. Но мен тура аламай қалдым. А подругам тура алды и бүгін шығайын деп жатыр. А мен қалдым.
по идее осы 2026-та мен 10 елге барам деп өзімше пландағам. Короче, ендігі миым ашып отыр. Не істесем болады, қалай істесем болады, контент істеу үшін де ақша керек деген сияқты. Короче, ойымда андай нәрсе болып тұр да, стримнан бір нәрсе сатсам деген. Но не сатарымды білмеймін. Киім дейін десең, оған да вложение керек. Косметика то же самое. Украшения дегенде құлап өте ма, өтпей ма деген сияқты. Негізі Новый годта мен пландағам адвент календар өзім жасап, солай сатам деп. Но короче, оған да ақша таппадым, сонымен ол да қалды. Енді бір нәрсе бастағым келіп тұр, но не знаю. Контент жасайын десең де образ алу керек, студия жалдау керек. Вертектары көп та, короче. Не де айтасыздар? Короче, менде мынандай ұсыныс болып тұр. Менің оқырмандарым арасынан кәсіпкерлер бар ма, которые бизнесін жүргізе алмай жатқан, которые Инстаграм жағынан, ТикТок жағынан көтеру керек, немесе таргетке лицо керек, немесе мынау киімдерме модель болып беретін лицо керек деген сияқты. Менде кәсіпкерлер бар ма? В целом, мен сіздерге жүргізу жағына көмектесейін. Сіздер маған табысқа шығуыма көмектесіңіздер деген сияқты бір-бірімізге көмектесейік. Сондай менде кәсіпкерлер, сондай керек болып жатқан жандар болатын болса, маған дайректке шығыңыздар. Сөйлесейік, ақылдасайық, жұмыс жасайық.